Сәлем достар, сіздермен бірге NIS News. Болашақ осы жерден басталады. Кеттік. Назарбаев зияткерлік мектептерінің соңғы 2 аптадағы жаңалықтармен сіздермен бөлісуге дайынбыз. Сегодня мы расскажем о спортивных победах, творческих встречах и значимых событиях в системе NIS. Оставайтесь с нами. Ал енді спорт жаңалықтары. Оралда Үшкешік баскетболынан Батыс Қазақстан облысының қысқы чемпионаты аяқталды. Біздің NIS команда 2-ші орынға ие болды. Более 120 команд боролись за победу в 5 возрастных категориях. Особенно отличился игрок NIS Алан Бисенкулов. Его пригласили на зимний республиканский чемпионат в Туркестане. Поздравляем наших спортсменов! А в Кокшетау прошла региональная спортивная встреча, где приняли участие ученики, родители, а также их учителя Ниш Кокшетау, Костанай и Петропавловск. Они соревновались в футзале, шахматах, волейболе и тоускумалаке. NIS Көкшетау командасы ауыспалы кубокты жеңіп алды. Ал NIS Петропавл командасы 2-ші орынды иеленсе, NIS Костанай командасы 3-ші орынды жеңіп алды. Жеңімпаздарымызды құттықтаймыз. Қызылордадағы зияткерлік мектеп оқушылары ізгі ниетпен жақсылық жасады. Олар жұмысшы мамандықтар жылы аясында акция ұйымдастырды. А ты знала, что ребята угощали горячим чаем и баурсаками сотрудников Кызылорда тазалығы и дорожных рабочих? Это их способ выразить благодарность за их нелегкий труд. Алматыдағы Назарбаев зияткерлік мектебінде әдемі әдеби кеш өтті. Замандастар жырлары жобасы аясында біздің студенттеріміз ақын Ерғали Бақаш пен жазушы Мақсат Мәлікпен кездесті. Они не только рассказали о своих произведениях, но также вдохновили наших учеников на творчество. Кто знает, может, среди наших учеников уже растут будущие звезды казахской литературы. Арман же есть, который стихи пишет. Точно, давай пожелаем ему удачи. О, получилось! Конечно, надеюсь, Агаю понравится. Я тоже надеюсь. Кстати, ученики НИШ приняли участие в Digital Алматы 2025, а также предоставили свои инновационные проекты. Не хочешь ли ты поучаствовать? Я болат негізі. Мысалы, Алматы Ниш құрама командасы робототехника чемпионатынан жүлделі орынға ие болды. Ал Ниш Петропавл медицина саласында AI стартапын ұсынды. Бұл идея үздік AI стартап идея номинациясын жеңіп алды. Бәрі келді. А теперь о важных событиях в системе NIS. В Астане состоялось заседание Совета директоров Назарбаев интеллектуальных школ, где обсуждались ключевые направления в развитии NIS. Басты жаңалығымыз директорлар кеңесінің жаңа төрағасы сайланды. Алматы қаласы физика-математика бағытындағы NIS мектебінің директоры Ермек Пайзов сайланды. Жаңа төрағаға сәттілік тілейміз. Вот такие были главные события в мире NIS. Арнаға жазылыңыз, лайк басыңыз, жаңалықтардан хабарда болыңыз. Кездескенше!